Жарғай, мүсіркемесең мені. Мен күнәсіз. Сонда өзіңді көтеріп шықсам деген ой бар. Жоқ, бармайым. Мүгедектер мен аурулар көбейіп. О Жарғай, мүсіркемесең мені. Мен күнәсіз қызмын. Сезімім бүтін, ақылым дұрыс. Бірақ мынау тағдыр дүниесінен безінген жұдырықтағаны жүрегім кек пен қасіретке толы. Білесің бе Жарғай, мен өзіме адам сияқтымын. Ал басқаларға адам белін тәубесіне түсіретін жай ғана мүгедекпін. Білесің бе, жай ғана мүгедекпін. Қарауылдың адамдары мені көрген сайын қоналықта қалам. Адамдар 12 мүшесінің саулығына шүкіршілік етсін деп жаратқан дейді. Солай ма Жарғай, айт, солай ма? Мен сенің өзіңе ғана сенем. Тым болмағанда сен менің үмітімді ақтарсың. Мен кіммін? Бұл жұрт нені меңзейді, нені айтқысы кеп тұр? Айтшы Жарғай. Мен сонда шынымен мәңгілік өспей қалған бала кейіппін ба? Жарғай, қашпа менен, қашпа. Бәрібір тауып алам. Сен де менен жүргендің бе? Сен де менен қорықтың ба? Айтшы Жарғай. Мына заман, қай заман? Абай атамыздың басқан жерінің барлығы тоз-тозығы шығып, қурап бітті ғой. Адамдар ауырып, мүгедек болып жатыр. Ләйлә! Қайда жүр мына сорлы? Тас қараңғы түнде мен оны қай сайдан табам? Ләйлә! Бұл қыздың да бұл өмірден көрмеген жоқ ай. Ләйлә! Өй, жындама мынау? Қайда жүрсің деймін? Мен саған жетпегенде мені де өліп пе? Оған да жетерсің. Сен Дегелен тауының сен құрсақта жатқанда, Дегелен тауының түбінен жер астынан дүмпірлеп жарылыс болып жатушы еді. Сен Шыңғыс таудың етегінен көтерілген ауадағы қып-қызыл самарауға іспетті лаулап тұрған алауға қызығып жүгіре жөнелетін едің. Сен сорлының солай дейтін әрі қалыпты ғой. Жүр! Қарауылда тойы бар. Сонда қайт. Сен сорлыда бір серігіп қайт. Жүр! Лейла, Ау, мені таныдың ба? таныдым. Құмарсың ғой. Иә, сол баяғы құмармын. Сен еш өзгермейсің. Сол баяғы Лейла, мәңгілік бала бейне. Лейла, ертең менімен жүр. Біздің ауданымызда қаралы жиын өтпек. Өзіңді көтеріп шықсам деген ой бар. Жоқ, бармайым, барғым келмейді. Қалайша, неге? Оған бәрі де барады ғой. Жамандықтың белгісі болғым келмейді. Аяңдаршы мені. Мен ел көзіне оғаш мүгедек болып көрінгеніммен. Менің жүрегім тек жақсыны ғана ойлайды. Тек жақсыны. Қасиетті жер еді.
қадірден әбден жақсының арты ішінде ішеді. Шынымен-ақ адам естіп, көз көрмеген қасиеттің бірі. Абай атамыз басқан топырақтан шығып жатқан жоқ па? Алланың әмірі деген осы да. Қасірет шеккен жалғыз ғана жан иесінің сырласы өзің екеніңді ұмытпа, жалғыздықтың жарығай. Ұмытпа, жарығай!